Pinduoduo сайтында жеке кабинет бөлімімен танысамыз. Бұл жерде сіздер білулеріңіз керек. Ең бірінші тұрған мысалы бір затты алғалы жатып айнып қалсаңыздар, яғни ақшасы төленбеген заттар осы тұста тұрады. Екінші бөлімде мысалға затты сатып алған болсаңыздар, ол осы бөлімде тұрады. Үшінші бөлімде сіздердің заттарыңыздың ақшасы төлегеннен кейін, сатушы заказды көргеннен кейін, яғни орап жолға жіберуге арналған кезде заттар осы жерде тұрады, яғни дайындалудағы заттар. Төртінші, машинаның суреті тұрған бөлімде затымыздың жолға шыққандығын, яғни затымызды қытайлық сатушы біздің Қытайдағы складымызға жіберілген көрсетеді, және біз осы бөлімге кіріп заттың трек кодын алатын боламыз. Келесі бөлімде сіз затты қолыңызға алғаннан кейінгі отзыв қалдыратын жер. Енді астындағы 5 бөлімге өтейік. Ең бірінші тұрған бұл бізде, яғни купондық заттар болып табылады. Сіз бір зат сатып алсаңыз, сізге берілетін 10 купон, 5 купон, яғни әлі сіз қолдана алатын купондар тұрады. Және қолданылған купондар да тұрады. Келесі бөлімде таңдаулы заттар, яғни сізге көрген, қараған кезде ұнап қалған заттарды осылай таңдап қосасыздар. Яғни осы жерде барлық заттарды жинап бірден сатып алуға болады. Былайша айтқанда бұл корзина. Одан кейінгі бөлімде сіз жазылған магазиндер тұрады. Одан кейінгі бөлімде сіз ұнатқан заттарды осы жерден іздеп тауып алуға болады. Келесі бөлім, яғни ақшаны қайтару және возврат жасау осы жерде жасалынады. Үшінші қатардың бізге қажеті жоқ, яғни қытайлықтар пайдаланатын бөлімдер. Төртінші қатарда бізге керегі адрес енгізу. Болашақта карго ауыстыратын болсаңыз, адресті өзгерту керек болса, осы жерде жасалынады. Одан кейінгі бөлім служба бөлімі, яғни қандай да бір қиындықтарға тап болсаңыздар, осы жерден тікелей жазып сөйлесуге болады. Соңғы бөлім бұл настройка бөлімі. Мұнда құпия сөзді ауыстыруға болады. Ішіндегілерді переводчикке салып, оқып таныса берсеңіздер болады. Біраз настройкалар жасалады осы жерде. Жалпы ең керектілер осы.